Made in Kazakhstan лейблімен жасалынған сән, жас дизайнерлер мен әлемдік подиумдарды бағындырған отандық сән индустриясының ең жарқын өкілдері. Сән апталықтарына шолу, өзекті трендтер мен стилистердің кеңестері. Сән мен сұлулықтың басты жаңалықтары сән мен сымбат бағдарламасында. Қазақстанда биылғы жыл универсиада белгісімен басталды. Студенттер арасындағы 28-ші спорттық дода 57 мемлекеттен 2000-ға жуық спортшының басын бір жерге тоғыстырды. Мұндай бұқаралық шарада өз спортшыларымызды формаларынан тану оңай. Сондықтан құраманың спорттық киімдері барынша қадағаланды. Екі мың 16-ның жазында елімізде универсиадаңды өз бояуларымен әрле атты байқау жарияланған еді. Оған қатысуға 28 жасқа дейінгі кез келген қазақстандық атсалысты. Дода ұлттық құрама киетін форманың дизайнын жасауға дарынды жастарға мүмкіндік берді. Нәтижесінде мына сызба жеңіс тұғырынан көрінді. Спорттық киім кешек жиынтығы, қыстық спорттық костюм, шалбар, жеңсіз киім, жылы жаттығу костюмы, ұзын және қысқа жеңді екі поло жемпір. Сонымен қоса спорттық аяқ киім, бас киім, қолғап пен мойын орағыштан тұрады. Бұлармен спортшы -15 градусқа дейінгі суық ауа райында өзін жайлы сезіне алады. Киімдерді тігуді алматылық фабрика өз мойнына алған. Бұған дейін мұнда Рио Олимпиадасында ел намысын қорғаған құраманың киімдері тігілген. Спорттық киімдер өндірісі оңай емес. Ол функционалды, ауа өткізгіш, созылмалы болуы тиіс. Яғни, мұнда шикізаттан бөлек технология да маңызды. Атап айтсақ, тегіс технологиясы, желімделген тегіс технологиясы. Спортшылардың қолайлылығы үшін жоғары технологиялар мен софт-шелл класты материалдар пайдаланылған. Табиғи және синтетикалық талшықтардың араласуының арқасында адам денесі ауыр физикалық жүктеме кезінде де құрғақтығын сақтайды. Тіпті қар басқан тау бөктерлеріндегі фрирайд немесе конькимен жүгіру кезінде де ауа өткізеді. Киімдердің ішкі жылу айналымы көп қабаттылықты қажет етпейді. Мұнда барынша аз салмақ, көлем мен форма сақталған. Сөзсіз маталар нарығы өзгеріп жатыр. Біз үнемі бір жаңалық енгізуге тырысамыз. Барынша функционалды болса дейміз. Мұның барлығы біздің спортшылар сымбатты, үздік, әдемі болу үшін жасалынады. Қанатыңды серме. 28-ші әлемдік қысқы универсиаданың ұраны формада көрініс тапты. Бұл жоғары қарай самғаған қанат бейнесі. Ол жылдамдылықты, жеңілділікті, қуаттылықты және жеңіске деген құштарлықты білдіреді. Сап түзегендер қазақстандық команданың заманауи жас әрі дамушы бейнесін бетке ұстауы тиіс. Спортшылардың экипировкасынан бөлек универсиадаға қатысушылар үшін де арнайы киімдер тігілді. Бізде спортшыларға, төрешілерге, VIP тұлғаларға, техникалық қызметкерлерге арналған арнайы түстер бар. Жалпы концепциямыз бар. Соған орай әр топқа бөлінген. Өндірушілер жанкүйерлерді де ұмыт қалдырмапты. Олар үшін қанық түсті киімдер тігілген. Көк, жасыл, қызыл, мерекелік көңіл күй мен жайлылық сыйлау үшін таңдалды. Жеке детальдарда ұлттық нақыш бейнеленген. Біз Қазақстанның этникасын пайдаланамыз. Алғашқы дерек көздер және тастағы суреттерді меңгеріп, қазақ дәстүрін заманауи қалыпқа сай жасадық. Спортшылардың киімінде бүтіндіктің, тазалық пен сенімнің символы саналатын, көк түс пен көшпенділердің бірлігін және отырықшылық өмірді сипаттайтын ою бейнеленген. Дәл осы ұлттық ерекшеліктер өзге универсиада қатысушыларынан біздің команданы ерекшеліп қана қоймай, сонымен қатар оларға рух береді. Универсиада 2017 аяқталды. Бірақ қысқы ойындардың жабылу маусымына дейін әлі уақыт бар. Қарлы бөктерде сәнді көріну де маңызды. Дегенмен жайлылықты, сұлулықтың жолында құрбан етудің қажеті жоқ. Кәсіби күртешелер барынша жұқа келеді. Олар желден, суықтан қорғайды. Қан айналымыңыз жақсы болу үшін белсенді түрде қимылдауыңыз қажет. Кәсіби шаңғышылар мен сноубордшылар үшін жаңа технологиямен дайындалған киімдер тиімді болмақ. Олар тау шаңғылық экипировканың көлемін азайтып, барынша қолайлы етеді. Заманауи әрі сәнді жеңіл сырт киім қалтаға да сыйып кетеді. Жаңа технологияның арқасында қауіпсіздік жағы да ескерілген. Негізінен спорттық киімдерге синтетикалық маталар қолданылады.
Оларды үй жағдайында кір жуғыш машинада сусабынды қолданып та жууға болады. Тау шаңғысына арналған күртешелер мұна 4 жағдайға жауап беруі қажет. Олар кез келген ауа райында құрғақ болуы тиіс. Жылы болғанмен ыстық болмауы керек. Ол денеге ықшам болуы тиіс. Дегенмен қимылыңа кедергі келтірмейтіндей тар болмауы шарт. Бұл үшін Stretch of Shell және Omni Heat маталары арқылы қол жеткізуге болады. Сиқырлы күміс түсті нүктелер адам денесінің жылуын сақтап, артық ылғалдан қорғайды. Out-Dry технологиясы кез келген қолайсыз ауа райынан сақтайды. Жаңа модельдер жылулық пен ыңғайлықты сақтап қана қоймай, стильді болып көрінуіңізге көмектеседі. Соңғы уақытта дизайнерлер осы жағына да аса мән беруде. Қазір денеге жабысып тұратын формалар трендке енген. Унисекс стилі ерлер мен әйелдерге ғана тән модельдерді ығыстырып бара жатыр. Уақыт өте келе тау шаңғы мен сноуборд киімдерінің арасында шекара қалмасы анық. Киімдердің түсі өте ерекше. Қанық түстерге басымдық беріледі. Яғни бір түсті костюмдер таңдалмайды. Аппақ тау баурайында көзге шағылысып жүру үшін ашық түсті киімді таңдау қажет. Тау шаңғылық экипировканы күнделікті киім ретінде де киюге болады. Спорттық күртешелерді қазіргі күні кеңсе қызметкерлері де емін-еркін кие береді. Қалалықтар көбіне көзге оғаш көрінбейтін түстерді таңдайды. Оның жылу алмасу қасиетінде біраз айырмашылық бар. Модель маусым аралық топтаманы көрсетеді. Оның кеудешесі Omni Heat технологиясымен жасалынған. Яғни дене жылуын сақтап, және киімнің ішкі жағынан жылуды 20%-ға арттырады. Мұндай жинақ жаяу серуендеуге өте ыңғайлы. Технологиялық матадан тігілген кеудеше мен шалбарды түсі сәнді жейдемен үйлестіре аласыз. Қанша дегенмен қалалық шиктің басты өзгешелігі күнделікті киімді кәсіби деңгейде жарастыра білу болып табылады емес пе? Нәзік, кербез, әрі сәнді. Барқыт 2017 жылдың басты матасы деп жарияланды. Ол 20 ғасырдың соңында сәнді болған. Араға ширек ғасыр салып, бұл мата барлық сән астаналарының подиумына қайта оралды. Әлі күнге дейін барқыттың отаны қай ел екені белгісіз. Бір дерек көздер оның тұңғыш рет Италияда, енді бірінде Қытай өндіре бастады дейді. Тек барқыттың 13 ғасырда жарыққа шыққаны айдан анық. Ренессанс дәуірінде жалпы Еуропаның сарай ішін жаулаған мата да осы еді. Ол ханымдардың қымбат көйлектерін тігуге ғана емес, жиһаздарды қаптауға қолданылған. Содан бері барқыт сән салтанат пен байлықтың айнымас белгісі саналады. Бақыт десе көз алдыңа жайлылық пен байлық елестейді. Бұл салтанатты, ұзақ ғұмырлы мата. Ол үй ішіне ерекше жылулық, салтанат береді. Бұған қоса нәзік етіп көрсетеді. Кезінде барқыттың таңқын Beatles тобы бір көтеріп тастаған. Атақты музыканттар өзгелерді еліктірген сән қалыптастырды. Қара барқытпен көмкерілген сұр костюм, өңірі жасыл барқытпен қайрылған екі жақты қаусырмалы пиджактар. Beatles'тың сәнді күртелерін көрген жұрт ши барқыттарды дүкендерде ұзақ жатқызбай талап алып кететін. жыл барқыт тарихының жаңа кезеңі туған сыңайлы. Бүгінде бұл мата барлық жерде оңай табылады. Дизайнерлер оны барлық қырынан пайдаланып қалуға бел буған. Әдемі де көз тартарлық мақпалды кешкі көйлектерден ғана көрмейсіз. Қазір оған тіпті жайбарақат қарайды және күнделікті өмірде қолдана береді. Әйелдер мен ерлердің киімі, жиһаз, үй ішін безендіру, жатын бөлмедегі төсектің жиектемелері және тағы да басқаларды атауға болады. 2015 жылмен салыстырғанда барқыттың өтімі 200%-ға артқан. Барлығы әлі алда. Бүгінде барқыттан барлығын тігеді. Олардың тізімінде белдемше, комбинезон, пальто, күртеше, сөмке, жолдорба және тіпті шомылу киімі де бар. Бір ерекшелігі бұл материал қарапайым пішуді талап етеді. Себебі матаның өңделуі тым күрделі. Қазақстандық дизайнер Аида Кауменова өзінің барлық топтамасында барқытты қолданады. Ол бұл матаны трендке енбей тұрып ақ ұнатқан. Мақпал көйлек өзіңді нағыз патшайымдай сезінуге мүмкіндік береді. Мұндай киді барқыттан басқа бірде-бір мата сыйлай алмайды. Біздің сән үйіміз барқытты өз топтамасына енгізген алғашқылардың бірі болдық. Себебі осыған дейін барқыт мата ерекше сәнге ие болмаған еді. Біз өз топтамаларымызбен, өз еңбегімізбен матаның сәнді болуына үлес қостық.
Барқытты модельер Сергей Шабунинді таңдады. Оның ойынша бұл матаның сыртқы көрінісінен бөлек көптеген артықшылықтары бар. Барқыттан ғажап дүниелер шығады. Егер бұл жібек барқыт болса, ол керемет бүрмеленеді. Егер бұл мақта маталы барқыт болса, онда ол пішінін бір қалыпты сақтайды. 2017 жылы сән қойлардың гардеробында міндетті түрде барқыттан жасалынған бір зат болуы тиіс. Ең бастысы образда оның тым көп болып кетпеу керек. Мысалы, барқыттан тігілген жакет қарапайым футболка мен джинсы шалбарға керемет үйлесім береді. Мұндай образ ерлерге де, әйелдерге де жарасымды. Тепе-теңдік туралы ұмытпаңыз. Аздап ретро, аздап заманауи. Барқытты барынша қарапайым маталармен үйлестірген жөн. Мысалы, шифон, жаржет, тері және деним. Олар ескі трендке жаңа тыныс береді. Егер сіз бой жеткен болсаңыз, мақта маталы барқыттың жібек шолақ шалбарын киіңіз. Олар өте әдемі көрінеді. 2017-нің айрықша тренді барқыт костюм. Қарындаш белдемшемен, пиджакпен кисе өте жарасымды. Батыл ханымдар ақ барқыттан тігілген костюмды таңдайды. Барқыттан тігілген көйлек туника, іш көйлек стиліндегі киімді сатып алыңыз. Кеңес заманы кезіндегідей жіңішке бауы бар, іш киім керемет көрінеді. Яғни бұл жерде ұзындық миниден максиге дейін болуы мүмкін. Киімдерді күтіп кию өте маңызды. Олар міндетті түрде ілгішке ілінуі тиіс. Егер барқытты бүктеп қойар болсаңыз, онда оның бетінде сызықтар пайда болады. Жуған кезде тым жай режимге қою керек. Ал үтіктегенде сақ болған жөн. Егер күтіп кисеңіз, киіміңіз сізге бір маусымнан да артық қызмет етеді. Барқыт жиһаз дүкендерінде бейжай қалдырмады. Осы 12 ай ішінде Лос-Анджелестегі жиһаз дүкендері соңғы 10 жылда болмаған сауда жасаған. Дивандар, креслолар, тіпті журнал стильдерде жаңға жайлы матамен көмкерілуде. Мұндай дизайн үй иесінің дәрежесінен хабар береді. Сауда орындарында да ши барқыттан жасалған әшекейлерді белсенді тұтынуда. Қазақстанның барлық аймағында сән алаңдары болуы тиіс. Еліміздің фэшн тұлғаларда осылай дейді. Жергілікті дизайнерлердің туындылары мен тұтынушылардың сұранысы орай келген шараның ұйымдастырылуына себеп болды. Барлық қалаларда дизайнерлер бар. Сән әр түрлі қалыпта, алуан түрлі ауқымда дамып келеді. Сән мерекелерін ұйымдастыру жағынан Астана, Алматы қалаларынан кейін Ақтөбеге кезек келді. Мұнда қазақстандық дизайнерлердің ауқымды көрсетілімі өтті. Оның барлығы менің ойымша дизайнердің, яғни адамның өзіне байланысты. Себебі отандық өнімді бұрын жаңағы өзіміздің нарыққа енгізу өте қиын болған бұрынғы дизайнерларға. Ал қазір ол менің ойымша, егер өзінің талабы, таланты болса, оның ешқандай қиындығы жоқ. Себебі оған барлық жағдай жасалған қазір. Осындай көрсетілімдер қазір көп өтіп жатыр. Өз басым 12 жыл болды солармен жұмыс істегеніме. Сол кездегі жаңағы дизайнерлар мен қазіргі дизайнерлардың санын да сапасын да салыстыруға келмейді. Қазір мүлдем басқаша. Қазір жағдай көп, мүмкіндік көп. Мерекелік шараны ақтөбелік дизайнер Дана Нәби ашты. Бой жеткен кешкі және той көйлектерін тігу арқылы өзінің бейімділігін таба білген. Дәстүрге деген ерекше көзқарасты көпшілік жоғары бағалады. Қазір Данаға тек қазақстандықтар ғана тапсырыс бермейді. Оның Египетте, Біріккен Араб Әмірліктерінде, Ұлыбритания мен Ресейде де тұтынушылары бар. Ұсынылған топтама ізі қалыптасқан стильді бұзған жоқ. Өрнектелген қара кешкі көйлектер, ұлттық нақыштағы той көйлектері осы маусымда барқыт сәнде. Бұл көйлектердің басты мақсаты әйел дене бітімінің әсемдігін айқындау. Дәл осы топтамамда нәзіктікті, әсемдікті көрсеткім келді. Біздің көйлектер әйелдің ең керемет қасиеттерін айқындап, оның табиғи сұлулығын аша түсті. Көрсетілімнің арнайы шақырылған қонақтары дизайнер Алексей Джен мен Лария. Дәл осы шара үшін олар бірігіп жаңа бір топтама шығарды. Менде көбіне классикалық, романтикалық стиль басын дередім. Ал Алексей барынша тұжырымды стильде жұмыс істейді. Дегенмен, екеумізге де әрдайым жаңа нәрсе қызықты. Мәселен, бояуларды, түстерді, фактураны айтуға болады. Біз екеуміз осындай көңіл күйді дөп басқандаймыз. Жакард, барқыт, сырт киім мен түстес шылық.
Дизайнерлік дуэт реңктерді барынша қолданған. Көк, көкшіл, жасыл, сары түстер басым. Бағдарламаға ерлердің, жасөспірімдердің және балалардың киімдері де енді. Кішкентай модельдер салмақтылығы мен кербездігі жағынан өздерінің ересек әріптестерінен кем түспеді. Трендке келер болсақ, балақайлардың киімдері мен ата-аналарының киімдерінің арасында аса айырмашылық жоқ. Соңғы уақытта денимнің кең танымалдылығын жоққа шығару мүмкін емес. Бүгінде джинсыдан шалбар, шолақ шалбар, көйлек, жейде, кеудеше, топтар және тағы да басқаларын тігуде. Дизайнерлер кешкі көйлекті де дениммен толықтыруға кеңес береді. Көрсетілімнен соң ақтөбелік ханымдар осындай шараның көптеп ұйымдастырылуын талап етті. Тіпті жақын уақытта батыс аймақта сән апталығын өткізу туралы да ұсыныс айтылды. Қазақстанның кез келген қаласында сән апталығын өткізе аламыз. Мәселе басқада. Әлемнің түкпір-түкпірінен келетін дизайнерлерді аудитория, көпшілік қабылдауға қаншалықты дайын. Міне, сұрақ осында жатыр. Мысалы, алматылық және астаналық бұқара қазір ондай жағдайға дайын деуге болады. Көрсетілімге алып келген топтамалардың бір бөлігі шоурумда сатылып кетті. Қазір гардеробта отандық дизайнерлердің бір өнімінің болуы жоғары талғамның белгісі болып саналады. Hallo, schön, dass du hier bist. Darf ich dir etwas zeigen? Жақын күндері сән әлемі қандай киім үлгілерін сына бастайды. Бұл тақырыпта көптеген дизайнерлер өз қиялдарына ерік береді. Мәселен, Берлинде жыл сайын фэшн тех көрмесі өтеді. Мұнда модельерлер сәннің шегіне жеткен адам сенгісіз киімдерді ұсынады. I mean, data and, for example, artificial intelligence and technique is in our lives, okay? Is dominating our lives. Жасанды зияткерлік пен технология біздің өмірімізді жаулап алуда. Тек жасандылықты қабылдай алмайтын бір ғана индустрия бар. Ол сән индустриясы. Бұл сондай таңғаларлық. Бірақ ерте ме, кеш пе, біз де оған келеміз. And human beings use technique and they use the future. So this is a normal way of evolution. Қосымша арқылы сізбен тілдесетін күртеше. Гардеробыңыздағы қарапайым заттың бірі болуы мүмкін. Көпшілік сенбесе де, бұл құбылыстың орындалатындығына оны құрастырушылардың өздері сенеді. Биылғы жылдың тағы бір сенсациясы – көңіл күйді сезетін жаға. Оның сыртқы келбетінен адамның қандай күйде екендігін білуге болады. Арнайы сенсор мидағы толқындарды сезіп, оны жағаға қарай жолдайды. Жаға адамға жайлы ма, соны анықтайды. Мысалы, сіз өзіңізді жайсыз сезініп, немесе жағымсыз ақпарат естісеңіз, жаға жібек құрттың қалпына енеді. 3D суреттерді киімге басу – бұл сән әлемдегі шарасыздық. Дизайнер Эммануэль Гомес оны шамдармен әсемдеуді ұсынады. Түстердің ойнауы кешкі киімді мінсіз киіп киіндіреді. 300 жарық диодты шамдар матаға тігілген. Әр шамның чипі бар. Сол арқылы бағдарламалап әр түрлі түске ендіруге болады. Әшекейлер де технологияландырылған болуы тиіс. Соңғы ойлап табылған дүние ақылды білезіктер. Алтын мен күмістен соғылған әшекей образды толықтырып қана қоймайды. Сонымен қатар иесінің тамыр соғысы мен температурасында қадағалайды. Егер білезікті жай ғана 2 рет соқсаңыз, ол алдын ала енгізіліп қойған нөмірге көмек көрсету туралы хабарлама жібереді. Жаңа технологияланған. Болашақтың сәні қоршаған ортаға зиянын тигізбеуі тиіс. Әр маусым сайын нарықта табиғи өнімдерді ұсынатын жаңа брендтер қалыптасып келеді. Мысалы, шұлықтар жарамсыз болып қалған балық аулайтын торлардан дайындалады. Wir machen Strumpfhosen, Strümpfe aus Fischernetzen. Gemeinsam mit unserem Partner Econyl. Тор өте кішкентай бөлшектерге бөлінеді. Сосын оған басқа материалдар қосылады. Мысалы, ескі кілемнің бөлшектері. Одан шұлықтар дайындалады. Verflüssigt zu einem Granulat und aus diesem Granulat entsteht dann unser Garn, mit dem wir die Strümpfe stricken. Қоршаған ортаның қауіпсіздігіне бейжай қарамайтын сәнқойлар табиғи былғардан бас тартуда. Дизайнерлер өз кезегінде қызықты баламалар да ұсынып үлгерді. Мысалы, арқан балықтың терісінен тігілген туфли. Балық өндірісінде бұл қоқыс саналады. Ол енді сән әлемінде кәдеге жарап, жылан терісінің орнын басуы мүмкін. We are having clear statements based on certificates and we have external partners, external consultants. Бізге адамдарға мұның әдеттегі теріден айырмашылығы жоқ екенін түсіндіру қажет, және одан келер пайда да көп. Мұның дүкендерден көріп жүргендеріңізден еш айырмашылығы жоқ.
certificates like GOTS, Global Organic Textile Standard, or Oecotex, and we, and together with our partners, are checking these certificates. Сән қоғамда болып жатқан дүниелердің барлығынан хабар береді. Жаңа технологияларды, тұрақты дамудың ұстанымдарын пайдалану фэшн индустрияның дамуындағы ажырамас кезең.